Сәлем достар, сіздермен Берипикс. Бүгін біздің ағылшын тілінде жаттайтын сөздеріміз мынау 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ғана сөз келіп түсті. Біз осыларды жаттап алайық. Ең бірінші сөзіміз grown, ыңырсу деген мағынаны білдіреді. Одан кейінгі сөзіміз broad, кең деген мағынаны білдіреді. Foam, көпіршік деген мағынада. Toad, жиіркенішті адам деген мағынаны білдіреді. Poach, қызыл кітапқа енген аңды аулау деген мағынаны білдіреді. Яғни браконьерлік ету деген мағынада қолданады. Одан кейін сөзіміз coach, жаттығу деген мағынаны білдіреді. Яғни бір іспен тұрғылықты айналысу деген мағынада қолданады. Одан кейін сөзіміз load. Бұл сөзді көбінесе біз осы телефонда байқасақ болады, себебі біз download деген сөзді білеміз. Ол жүктеп алу деген мағынада қолданады. Жүктеуде деген мағынада қолдана береді. Downloading деген себебі бұл ing жалғанса, ол жүктеуде деген мағынада қолданады. Одан кейін сөзіміз moan, ыңырсу деген, яғни grow'ның екеуі синонимдес сөздер, ыңырсу деген мағынаны бірдей білдіреді. Одан кейін сөзіміз road, жол деген мағынада қолданады. Soap, сабындау деген мағынада қолданады. Ең соңғы сөзіміз ол soak, сіңіріп алу деген мағынада қолданады. Яғни бір нәрсені сіңіру, мұжу деген мағынада қолданатын сөз. Яғни бүгін осымен біздің сөзіміз аяқталды. Біздің каналға тіркел, бұдан да қызықты сөздерді жаттауға тырыс. Көрдіңіздер ғой, бізде өте оңай және айтылуға да жеңіл сөздер көптеп шығарылады.